Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен қыстың күні таптырмайтын салаттардың бірі сацибели салатын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Алдымен бізге керекті көкөністердің барлығын жуып тазалап дайындап аламыз. Бізге керегі қызанақ, ашты және тәтті болгар бұрышы, сарымсақ, сәбіз. Сіздер ашты болғанын қаласаңыздар, осылай мен сияқты жартылай ашты болгар бұрышын қоссаңыздар болады, немесе тәтті болгар бұрышынан жасасаңыздар да болады. Видеодағыдай мен қызанақтарымды осылай 4-ке 6-ға бөліп, ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болатындай бөліп турап алдым. Сіздер де алдын ала өстіп дайындап алыңыздар. Болгар бұрышын өстіп 4 бөлікке 6 бөлікке бөліп турап дайындап алдым. Сәбізімізде жіңішке қылып бөліп, ет тартқышымыздан өткізгенге ыңғайлы болу үшін жіңішкелеп бөліп дайындап алыңыздар. Барлық көкөністерімізді дайындап турап алдық. Енді ет тартқышымыздан өткіземіз. Барлығын бірге араластырып өткізе беріңіздер. Қазанға барлығын араластырып бірдей саламыз. Менің каналымда басқа да рецепттер бар. Каналыма кіріп, тіркелуді, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Міне барлық көкөністерімізді ет тартқыштан өткізіп, осылай араластырып аламыз. Және газға қойып, татымына қарай тұз саламыз. Сұйық май құямыз. Және бір қайнағаннан кейін астын басып 2 сағаттай қайнататын боламыз. Қақпағын осылай жартылай жауып қойыңыздар. 2 сағат қайнатамыз, арасында араластырып тұрғандарыңыздар болса, түбі жабысып қалмас үшін. Міне салатымыз дайын болды. Алдын ала буланып стерилденген банкімізге құйып, 5 минуттай қайнатылған қақпақтарымызды жауып, бір түнге төңкеріп, одеялға орап тастаймыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді салат болады. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.